Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Көзілдірік тағатын кіші денелі Дэвидтің жек көретін бір адамы бар еді. Ол бұзық Роско. Өйткені Роско үнемі оған күн бермей, оны үнемі сабалаумен болады. Міне осылай Росконың кезекті жұдырығын жеген Дэвид мектептік альбомға көгерген көзбен түсуге мәжбүр болады. Қуанышқа орай ол жалғыз емес, оның ең жақын 3 досы бар. Алғашқысы барлығы өртегенді жақсы көретін Альфи, ал екіншісі жергілікті дүкеннің иесінің ұлы Джерри, ал үшіншісі өз қолын аузына тыға алатын Аллан есімді балақай. Олар үшеуі үнемі уақыттарын бірге өткізіп, Виктория есімді қызды көргенде бастары кететін. Дэвид ақша жинап, ақыры өзі армандаған ойыншығына қол жеткізеді. Алайда оның қуанышы ұзаққа созылмады. Ойыншық Росконың қолына түсіп, ол оны сындырып тастайды. Ашуланған Дэвид оған оның осы ісі үшін міндетті түрде өкінетінін айтып қашып кетеді. Ол одан қашып сарқырамадағы үңгірге тап болады. Бастысы мұнда қызыл тастан ары аспау қажеті, әйтпесе адасып кетуі мүмкін. Мектепте олардың бәрі кезекке тұрады, айлы тасты көру үшін. Роско тасқа ұзақ қарап, оның сұлулығына тамсанады. Ал Дэвидтің үміті мүлдем ақталмады. Олар неліктен барлығын бұл тас қызықтыратынын түсіне алар емес. Көп өтпей мектепте әлгі тасты ұрлап кеткенін біледі. Дэвид Росконың артынан аңдып, тасты ұрлап кеткен сол екенін көреді. Ол үйіне оралғанда оны қуанышты жаңалық күтіп тұрған болатын. Әкесі олардың басқа қалаға көшетіндерін хабарлайды. Енді Роскодан ешқандай қауіп төнбейтінін түсініп, ол соңғы рет одан кек алайын деп шешіп, оны директорға ұстап береді, тас ұрлағанын айтып. Ол қаладан кетіп бара жатқанда, қалай Росконы полицейлер алып кетіп бара жатқанын көріп ерекше қуанады. Арада 26 жыл өтіп, ол жазушы болды. Алайда Дэвидтің отбасы құндылықтары жайлы іш пыстырарлық кітабы ешкімді қызықтырмайды. Ол әрең дегенде өзінің бір кітабын кітапханаға кездейсоқ болып қалған наркоманға сатады. Оның Бен есімді ұлы бар, ал әйелімен ажырасып кеткен. Үйіне оралған ол почтадан хат алады. Сөйтсе ескі мектебі оны мұғалім ретінде жұмысқа шақырып жатыр екен. Өзінің туылған қаласына қайта оралу Дэвид үшін жақсы жоспар болып көрініп, ол олардың ұсыныстарын қабылдайын деп шешеді. Алайда олардың басқа қалаға көшетіндері Бенге ұнамай қалады. Олар заттарын орналастырып жатқанда, олармен амандасуға көршілері Арт және Бетти келеді. Дэвид олардың жұбының біртүрлі екенін бірден байқайды. Келесі күні ол мектепке араға 26 жыл салып оралып, өзінің балалық шағын есіне алады. Ол кітапханашыға кіріп өз рахметін білдіреді. Өйткені дәл осы орындағы кітаптар оны жазушы болуға шабыттандырған екен. Мұғалімдер бөлмесіне кірген ол мұнда толығымен тәртіп жоқ екенін байқайды. Мұғалімдердің басым көпшілігі темекі шегеді екен, тіпті дене шынықтыру пәнінің мұғаліміне дейін. Кенеттен ол мұғалімдердің арасынан өзінің бала махаббаты Викторияны байқап қалады. Әйел оған оның кітаптарын оқығанын және оған оның туындысы ерекше ұнағанын айтады. Дәлізде Бен Кербимен жолығып қалып, оны итеріп жібереді. Осы сәтті мұғалім пайда болып, екеуін директордың алдына алып кетеді. Кербидің әкесі Роско осы мектепте еңбек сабағынан береді екен. Дэвид Росконы танымай, оның алдында баласының тәртіпсіздігі үшін кешірім сұрайды. Еркек оған түсіністікпен қарап, екеуі ортақ тіл тапқандай болды. Кенеттен Дэвид оның азу түстерін көріп, алдында тұрған оның өміріндегі басты жауларының бірі Роско екенін таниды. Ол арада қанша жыл өтсе де қорыққаннан не дерін білмей қалады. Оның қуанышына орай екеуінің арасындағы үнсіздікті қоңыраудың үні үзеді. Сыртта ол өзінің бала кезіндегі досы Альфаны жолықтырады, бала кездегі өртеуші, өрт сөндіруші болған екен. Роско қатты өзгеріп кеткен секілді, тіпті бұзық балалар оны мазақ қылып жатса да, ол оларға қарсы өзінің агрессиясын көрсетпейді. Росконың кім екенін білген Дэвид енді онымен кездесуден қаша бастайды. Кешке таман ол шіркеудің қасынан бар ашқан ескі досы Алланың барына барады. Мұнда оның бала кездегі достарының бәрі жиналған екен. Олар өздерінің өткен шақтары жайлы баяндап, Дэвид олардың Роско жайлы сұрайды. Олар сол оқиғадан кейін Росконы түзету мектебіне 3 жылға жіберген екен. Ал ол ораламын дегенше ата-анасы оны тастап кетіп қалған. Сондықтан 3 жылдан кейін оны үкімет жетімдер үйіне беруге мәжбүр болған. Осы оқиғалардың барлығы Росконы өзгертіп, ол мүлдем басқа адамға айналған екен. Қазір ол 6 баласымен және үнемі оның аз айлығы үшін оны кемсітетін әйелімен бірге тұрады. Бұл әңгімелердің бәрі Дэвидтің Роскоға деген аянышын оятады. Сол күні Рокси Дэвидтің шындығында кім екенін біледі. Келесі күні Дэвид жұмыста кешке дейін қалады. Ол үйіне кетіп бара жатқан кезде артынан Росконың келе жатқанын сезеді. Соңында шыдай алмай ол оған бұрылып, өзінің енді үлкен еркек екенін,
сондықтан қорықпайтынын айтады. Бірақ Роско тек оған ол қалдырып кеткен ручкасын берген екен. Алайда ол кетер кезде Роско қорқынышты күлкісімен оған қайта оралуымен деп қоштасады. Келесі күннен бастап Дэвид Роскодан шабуыл күтіп жан-жағына алақтап жүрумен болды. Ал бұл уақытта Дэвидтің ұлы Бен Росконың ұлы Кирбиді қорлаумен болды. Ол тіпті оны мектептегі шкафқа іліп кетіпті. Бұны байқаған Дэвид оны үйіне дейін апарып тастайын деп шешеді. Алайда қайтар жолда ол Роксоға жолығып қалады. Еркек өзінің бұрынғы әдетіне сап оны мазақтап, ал кейін бала күндегіндей саусағын оның құлағына тығады. Ал Дэвидтің ұятты түрде қашып кетуден басқа шарасы қалмайды. Оның жүгіруін тек Викторияның дауысы ғана үзеді. Әйел оны балалар үшін ұйымдастырған балға шақырады. Еркек қуана келседі, өйткені бұл оның бала күннен бергі арманы болатын. Тек Дэвид ковбойларға арналған киіммен келу қажет. Дэвид кеште өзінің арманын орындап Викториямен билей бастайды. Барлығы жақсы өтіп жатқан, алайда Роксо пайда болып оларға сусын ұсынады. Бірдеңеден күдіктенген Дэвид өзінің сусынын Викториямен алмастырмақ болған, алайда оны төгіп алады. Ол Росконың бала кезінде оның сусынына дәрет сындырғанын айтып ақталып, барлығының көз алдында өзінің ұятын шығарады. Бен әкесі үшін қатты ұялғаны сонша ол жерден кетіп қалады. Дэвид көлігіне оралғанда оны онда Роксо күтіп отырғанын байқайды. Роксо өзін бұлай бақытты сезінбегеніне біраз болғанын, оны қинау оған ләззат сыйлайтынын айтады. Дэвид тезірек ол жерден кетуге тырысқан. Алайда Роксо оның көлігінің дөңгелектерін сындырып тастаған екен. Жақсы көңіл күйде үйіне оралған еркек үйіндегі бардакты көріп, балаларына айқайлай бастайды. Ол теледидардың оларға тек зиян алып келетінін айтып, оны сындырып тастайды. Ақыры әйелі күйеуінің бойынан нағыз еркекті қасиеттерді көріп, балалардың бәрін қуып жібереді, онымен оңашада қалу үшін. Росконың өзгергенін білмейтін бұзық оқушылары тағы оны мазақ қыла бастайды. Алайда бұл жолы еркек бұған ендігәрі шыдай алмайтынын көрсетіп, бір бұзықты өзінің құралының алдына қояды. Ал қатты қорқып қалған оқушы ендігәрі бұндай тірлігін қайталамауға уәде етеді. Роско өзінің сүйікті ісіне қайта оралады. Ол мұғалімдер кабинетінде Дэвидке арнап тұзақ ұйымдастырады. Бірақ алғаш болып ағылшын пәні мұғалімі түсіп қалады. Ал екінші тұзағы сәтті болып, Дэвид бір аунап түседі. Ал кейін Дэвид ол бүлдіріп қойған үстелден құлап, аузын бүлдіріп алады. Шыдай алмаған одан қашып директор кабинетін барып, оған арызданады. Бірақ директор оның сөзіне сенбейді. Ол керісінше оның өзін қызметтен шектетінін айтады. Роско кешке таман ұлының оны бұзықтар мазалайтыны жайлы әңгімесін естіп ойланып қалады. Бұл уақытта Дэвид онымен үлкендерше сөйлесейін деп шешіп, оны кездесуге шақырады. Ол Роскодан тоқтатуын өтінеді, өздерінің бала емес екендерін айтып. Алайда Роско оны әлі де бала деп ойлайды, өйткені ол үлкейгенімен жүрегінде сол қорқақ бала ретінде қалып кеткен. Осы кезде Дэвид оған өзінің алтын тасты кім ұрлағанын айтқанын мойындайды. Бұл Росконың ашуын келтіріп, ол еркекті қуа жөнеледі. Алайда Дэвид одан қашамын деп оның кабинетіне тап болған екен. Роско өзінің құралдарын бірінен соң бірі қосып, оны істей бастайды. Дэвид оны тақтаймен ұрып, ол жерден әрең дегенде қашып шығады. Ал кейін мектептен шығатын жолды іздестіре бастаған. Бірақ барлық есіктердің жабық екенін көреді. Ол одан жасырыну үшін арқанның үстіне шығып алады. Бірақ Роско оны анықтап қойып, арқанды жағып жібергендіктен, ол өрттен қашып мектептің шатырына шығады. Бұл уақытта Бен Кирбиге қоңырау шалып, оны үйіне шақырады. Дэвид бала кезіндегіндей Роскодан қашып ескі үңгірге келеді. Бірақ бұл орынды Роско да жақсы біледі, сондықтан ол оны оңай тауып алды. Олар көпірдің арғы бетіне шығып, сарқырамының шетіне тап болады. Дэвид кенеттен құлап кетіп, өзінің ескі ойыншығын тауып алады. Бұл оның ашуын келтіріп, ол қолына таяқ алып, Росконы ұрып қалады. Дэвидтен бұндай күтпеген Роско үлкен биіктіктен суға қарай құлайды. Оны өлтіріп алдым деп ойлаған Дэвид полицей бөлімшесіне барады, өз жасаған қылмысын мойындау үшін. Алайда онда ешкім жоқ болғандықтан ол үйіне оралуға мәжбүр болады. Ол үйінен Росконың баласын көріп шошып кетеді. Кирби одан әкесін сұрайды, бірақ ол білмейтінін айтады. Ол адам өлтіргеніне сене алмай, ұйықтай алмай шығады. Бірақ Роско өлмеген. Ол еркектің бөлмесіне басы кіріп, оны тұншықтыра бастайды. Осы сәтте олардың бөлмесінде балалары пайда болып, оларды татуласуға шақырады. Екеуі өздерінің ұлдарына дұрыс тәрбие бермей жатқанын түсініп қатты ұялады. Өзінің осындағы шаруларын бітірген Дэвид Нью-Йоркке қоныс аудару үшін заттарын жинай бастайды. Викторияда көп өтпей сонда көшеді екен. Роско оған кетер алдын сыйлық бергісі келетінін айтады. Сөйтсе ол кезінде бала күні сындырып тастаған ойыншығына ұқсас ойыншық тауыпты. Ал Дэвид егер ол Нью-Йоркке келіп жатса, оны қонақ болуға шақырады. Осылай екеуі өздерінің татуласқандарын көрсетіп, бір-бірінің қолдарын қысады.
осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.